Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Шаш неге ағарады? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Шаш неге ағарады? Шаштың ерте ағаратынын көпшілік генетика байланысты деп ойлайды. Шынымен, генетика кінәлі ме, әлде оны тоқтатуға бола ма? Қалыпты жағдайда ерлердің шашы 30-35 жасында, ал әйелдердікі 40-45 жасында ағара бастайды. Бірақ тәжірибе жүзінде 30-25 18 жастағы адамдарда ақ шаш кездесіп жатады. Сонымен қатар түсі кеткен шаш ұсақ түсті болып, онда көптеген үлпілді көпіршіктер пайда болады. 20 жаста немесе 40 жаста болса да ақ шаш шығуы ешкімге ұнамайды. Шаш ағару процесі қалай жүреді? Шаш түсіне ағзада екі пигмент жауап береді. Біріншісі эумеланин, және ол қоңыр қара реңге жауап береді. Ал екіншісі феомеланин, қызғылт немесе сарғылт реңге жауап береді. Шаш түсі осы екі пигменттердің түрлі мөлшерде араласуынан пайда болады. Шартты түрде осы суретшілерін палитрасымен салыстыруға болады. Ағзада да дәл солай жүреді. Мысалы, егер ол эумеланинді феомеланинге қарағанда көбірек синтез жасаса, шаш қара реңге болады. Қызықты факт, бірінші болып қара шаштылар, содан соң қоңыр шаштылар ағара бастайды. Ақшыл шаштылар бұл мәселемен кейінірек кездеседі. Алайда бұл ереже барлығына бірдей емес. Табиғи физиологиядан басқа адамның түс типіне қарамастан ерте шаш ағаруға әртүрлі әсер ететін көптеген факторлар бар. Эумеланин мен феомеланин пигменттеріне шаш түйінінде орналасқан мелатонин жасушасымен синтез жасайды. Ал меланотит өз кезегінде құрамында мыс бар тирозиназ ферменті әсерімен катализдейді. Табиғи боялу процесі әрқашан жүреді. Жас ұлғая келе тирозиназ өңделу азайып, нәтижесінде шаш түсін жуып тастайтын сутек тотығы кездеседі. Ерте шаш ағарудың негізгі себептері тирозиназ өңделудің азая бастауы генетикаға байланысты, бірақ оған сыртқы факторлар да әсер етеді. Генетика. Егер ата-анасының шаштары жас кезінде ағарған болса, онда балалар да сол мәселемен бас қатыруы әбден мүмкін. Күйзеліс. Жүйке күйзелісі нәтижесінде шаш өз бояуын жоғалтады. Қатты күйзеліс кезінде қанға көп мөлшерде кортизол жіберіледі. Ол тирозиназдың қалыпты өңделуін бұзып, шаш түссізденуі мүмкін. Жұмыстағы кедергілерді ойдау, негатив және жақын достарыңыздың сатып кетуі осыған жатады. Мұндай себептер толып жатыр. Ерте ағаруы қанның түрлі аурулар, қалқанша безі жұмысының бұзылуы, қант диабеті, темірдің жетіспеуі және гормондық бұзылуы әсер етуі мүмкін. Сондықтан да қандай да бір ауруыңыз болса, дәрігерге қаралуды кейінге қалдырмағаныңыз жөн. Ағзаға дәрумендер мен микроэлементтердің жетіспеушілігі секілді қарапайым заттың өзі шаш түйініне және оның бояуына әсер етуі мүмкін. Еттен және сүтті тағамдардан толықтай бас тартатын диеталар шашқа зиянын тигізеді. Ағаруды қалай тоқтатуға болады? Денсаулықты жас кезден бастап күту керек. Бұл шаш шаулығына да байланысты. Ағарған шашты емдеуге болмайды, бірақ жаңа ағарған шаштың пайда болуын алдын алуға болады. Ол үшін кең қарапайым ережелерді ұстану керек. Мысалға, дұрыс тамақтану, күйзелістен алшақ болу, дәрумендер мен минералды жиынтығын ішу, бас терісіне массаж жасау, шашты күннен қорғау, зиянды әдеттерден аулақ болу. Табиғи дәрілерде де шаш ағаруын тоқтатуға көмектеседі. Мысалы, шәлфей, қаралақай, аскөк дәні, түйе жапырақ тамыр, қызыл бұрыш тұнбасы, олардың барлығы осы жағдайда көмекке келетін ең жақсы құралдар. Оның барлығын дәріханадан табуға болады. Осы құралдардан маска жасаңыз, немесе шашты шайыңыз. Оларды кезектесіп қолданған жақсы. Менің берген ақпаратым пайдаңызға жарады деген үміттемін. Рахмет.